Bir жігіт болады ғой, жасы 35-ке келген. Вообще үйленбеген. Үйіндегілер қан ішеді ғой. Үйлен, болды, үйлен деп. Bir уақытта жеңгелері бір қыз алып келеді. Қалай? Ұнады ма? Ұнаса үйлен дейді. Ана бүйтіп қарап тұрып. Білмеймін, мен шешіндіріп көру керек сияқты дейді ғой жаңағы. Сөйтеді ана жеңгелері қызды көндіріп шешіндіріп тастайды ғой. Енді міне шешіндір дедің, міне шешінді. Енді қалай саған? Қалай десе? Қарап тұр. Білмеймін, құлағы қалқан құлақ сияқты ғой деп. Мынандай адамдар болады ғой, білесің ба? Өсек таситын, тырнақтың астынан кір іздеп, өткен кеткенді өсектеп, сонда бір жаман бір қатындар болады ғой. Сондай бір қатын бір апаға келеді ғой, көрші апаға келеді, жанына келеді. Саламатсыз ба, Қатипаш апа? Сіз білесіз ба, сіздің қызыңыз бар ғой, Гүлжанша? Соған ана бір жігіт мотоциклмен келіп жүр ғой, кешке жақын. Аха. Сол екеуі кешке жақын ана түн батқан кезде орман жаққа кетеді. Сіз сол қызыңыз үшін қорықпайсыз ба дейді ғой жаңағы қатын. Сөйтсе ана апа. Жоқ, қорықпаймын. Анау мотоциклді ол бала жақсы айдайды. Оның үстінде екеуі де каскымен отырады. Аң патшасы арыстан левицасымен жатады ғой жаңағы әйелімен. Ойламаған жерден қоян келеді, арыстанның шекесінен шарқ етсе қашады ғой. Бірінші күн, екінші күн, үшінші күн, бір апта, бір ай сүзіп ұрады ғой. Прикинь, и жаңағы левицасы әйел айтады ғой арыстанның. Сен аң патшасысың, сен авторитетсің, какой-то несчастный қоянға ответке қайтарамайсың ба дейді ғой. Үнді бит, үн жоқ, бір күн жатады, тағы да шекесінен тақат ұрып кетеді ғой жаңағы. Левица шыдай алмай артынан қуады ғой. Шауық белатыр, ана жаңағы қоян зигзаг болып қашады ғой бұлай. Статпайды. Мынандай трубаға қоян кіріп кетеді ғой, артынан левица крин дейді да баспен кетеліп қалады ғой. Не ар, не бері шығамайды да. Асықпа жаңағы қоян шығып арыстанның артынан айдап жүреді ғой. Ана күйеуі жатыр аяқта. Бір уақытта бас салбырап левицасы келеді ғой. Сөйтсе арыстан айтады дейді. Не болды? Труба жаққа бардыңдар ма дейді. Бір орыс апа мысығымен бірге тапшанда жатады ғой. Демалып, ойда түгі жоқ, и джин келеді, прикинь. Апа, любой 3 желанияңды орындаймын, акция болып жатыр бізде, тез айт дейді ғой. Онда бірінші желаниямда, мынау жатқан тапшанды алтын қып таста дейді ғой, прикинь. Темір тапшанды алтын қып жібереді ғой. Екінші желаниям қандай дейді? Екінші желаниям мені дейді, 18 жастағы қыз қылшы дейді ғой, красавица қыз қылшы. Жынды. Иә, 90-60, фук, прикинь, сондай әдемі қыз қылып жібереді ғой, ана кемпірді. Үшінші желаниям қандай дейді? Ана кемпір бұлай қарайды. Мына мысықты красавчик, качок, еркек қылшы дейді ғой. Фук. Прикинь, мышықты красавчик качок еркек қылып жүреді ғой. Сөйтіп анау качок бүйтіп келатыр дейді жаңағы кемпірге. Қызға десейші же? Иә, қызға бүйтіп келіп, бір иығын бүйтіп қойып, мяу дейді. Короче, бір жігіт досының үйінде қонады ғой. Түннің бір уағында іші ауырады ғой. Қатты ауырады да шеш, туалетке, в общем, шықсы келеді, короче, туалет сыртта. Үйдің ішінде туалет жоқ. Мен туалетке дейін барсам үлгермеймін, мен лучше дейді, анау пальмалар бар ғой, искусственный горшокпен тұратын. Барады да пальманы көтереді да горшокқа тұшады да қайтып отырғызып қояды ғой. И азаң болады, давай деп кетеді, короче. Бір ай өтеді, 2 ай, 3 ай, жарты жыл өтеді, жаңағының яты жібермейді ғой, ішінде құбылып жаман болады да. Звондап кешірім сұрайын дейді ғой. Братан, есіңде ма? Мен сенің үйіңде қонып едім ғой. Ренжімеш, сенің үйіңде тұшып кеттім дейді ғой. Сөйтсе ана дос айтады дейді. Бәлә, айтшы, қай жерге тұштың, уже 3 үй ауыстырдым. Бір ана боқтың есі әлі кетіп жатыр. Короче, бір чмо бір жігіт түрмеге түсіп қалады ғой. И, короче, хатаға кіргізіп жібереді жаңағыншы. 10 жыл, 15 жыл бойы отырған зектар бітеп отырады да. Бауырым, бергел бер дейді ғой. Анау қасына болды, не болды братан дейді. Короче, ойын ойнаймыз дейді. Қыз бен жігіт деген ойын ойнаймыз.
жігіт боласың ба қыз боласың ба дейді. Яна ойланып тұрады да, қыз болсам мыналар мені дырылдатып жібереді, оданша мен жігіт боламын дейді. Братан, жігіт боламын дейді ғой. Точно ма? Иә. Онда сценарий мынандай, короче. Сен қызыңа келесің, қызыңның аты Асел. 4-5 рет Асел, Асел деп қатты айқайлайсың. Сол моментте әкесі шығады да сені дырылдатып жібереді. В эту ночь сияет ярче звезд луна. Короче, Баха деген бір жігіт болған ғой. Мынандай қалың мұрты болған ғой, прикинь. И сол мұрттың ішінде бір бит өмір сүрген ғой, прикинь. И шашындағы бит мұртына түсіп жаңағы биттен сұрайды ғой. Өмір қалай болып жатыр? Мына мұртта қалай дейді ғой. Сөйтсе, қаныш бітті дейді. Өмір сүру мүмкін емес. Не үшін десе? Күніге ішеді, аузы перегар сасиды. Насвай атады, тісін жумайды. В общем, канализация аузы. Мүмкін емес дейді өмір сүру дейді ғой. Мақұл, қайқа көшесің дейді. Бақаның подружкасы анау Айгүлдің түрсүйіне көшкім келеді дейді ғой. Давай деп сол моментте түрсүйіне көшіреді ғой, прикинь. И ана түрсүйде өмір сүріп жатыр. Келесі күні жаңағы бит келеді да. Түрсүй қалай дейді ғой. Түрсүйде өмір қалай десе. Кеше ұйықтаған кезде түрсүйде едің. Азанда қарасам Бақаның мұртына жүрді ғой. Короче, бір жас бала ғой. Араққа той болады да, үй жағына келеді. Шалынсық болады да, асфальтқа баспен құлайды да, талып қалады осы жерде. Арада 1-2 сағат өтеді. Оянады, қалтасында соткасы жоқ, мойнында алтын тросы жоқ. Үйіне кіріп кетеді, короче. И 4-5 айдан кейін бір тойда отырады ғой жаңағы балаш. И солда отырса, қарама қарсы бір мужиктің мойнында мынандай алтын трос та, прикинь. И анау қасына барады да, братан, мына мойныңдағы тросты қайдан алдың дейді ғой. Бұның әңгімесін айтып берейін мен саған. Үй жаққа келетсам, жерде бір жігіт жатыр тауып. Мойнында мынандай трос, осы трос дейді ғой. Жолып алдым, қарақ бәйім, шалбарын шешемді артын айдап жібердім деп айтады дейді. Несін сұрап атсың деген ғой жаңа. Сөйтсе анау жігіт қарап тұр. Жай просто тросыңыз әдемі екен деп айтады. В эту ночь сияет ярче звезд луна. Екі алқаш талдың астында, короче, талдың көлеңкесінде арақты басып отырады ғой. От души ішіп отырады арақш. И қарайды, прикинь, сол талдың қасынан табытпен біреуді әкетіп баратады ғой, бүйтіп көтеріп. И ана екі алқаш шоки, короче. Табытты көтеріп баратқан біреудің қасына барады. Братан, кімді әкетіп баратсыңдар? Кім бұл дейді ғой. Бұл көп ішетін, арақты көп ішетін дейді. И ана екеуі ойланып қалады. Тәубесіне келеді да, қояйық деген дейші. И көп ұзамай артынша 10 минуттан кейін тағы да бір табытты көтеріп баратыр да. И қайтадан барып, братан, мынау кім десе. Бұл спортсмен етін, ішпейтін, шекпейтін, красавчик мужик етін деген ғой. Сөйтсе ана алқаш бір-біріне қарап тұрып. Арасы 10 минут екен ғой, құй шешесін. В эту ночь сияет ярче звезд луна. Қазақстан мен Бельгияның футболын көрдіңдер ме кеше? Иә, 2-ден ұтылып қалды ғой. Жаман болды ғой, иә. Қазақстан футболистерінің айтқан естісіңдер ме? Жоқ. Короче, футбол бітет, и раздевалкада отырады ғой, Қазақстан футболистері. Настроениялар жоқ, мұңайып отырады. И арасынан бір футболист атып тұрады да, тренеріне барады да. Братан дейді ғой. Дәл осылай айтады, братан дейді. Подсуткадан шаршап кеттім дейді ғой. Постоянно ойнаймыз, постоянно подсутка. Братан, анау судьяның барып жағынан бір тебейінші, жіберші мені дейді ғой. Пожалуйста, жіберші мені, жағынан тебейінші дейді. И тренер қарап тұрып. Тепсең тебе бер, бәрібір толық жоқ, қисық тебесің, тигізбейсің деп айтады. В эту ночь сияет